Сіз Москваға барғанда бір жерден оқыдым. Менің орысша білмегенім маған сонда менің артықшылығым болып кетті. Мына менде қазір сабақ өткізу ғой, соғанда Монғолиядан, Қытайдан келген қандастарымыз кішкене қиналады. Соған сіздің оқиғаңызды айтып берейін деп отырмын. Масқараға барып, емтиханнан қалай құлаған, содан кейін айтады, мен орысша білмегенім маған сондай қатты көмек болды МГУ-ды оқығанға деді. Соны неге солай деп айтасыз? Мынау Әл-Хорезми деген кісі бар. Естулеріңіз бар болар. Біздің ұлы бабамыз. Әл-Фарабидің де бұрын болған кісі. Хорезми дейтін себебі Арал теңізінің бойында Хорезм қаласында туған ғой. Сол кісі Әл-Жебір Уәл-Мұқабала дейтін кітап жазған. Онда Әл-Жебір деген сөздің мағынасы қисайғанда жүт деген сөз. Сынған орны келді деген сөз. Алгебра болып кеткен ғой. Бәрі тәртіп келді деген сөз. Неге тәртіп келді дейді? Себеп Әл-Хорезми теріс санды мойындамаған. Теріс сан деген жоқ. Теріс санды көрсең, бірден оң санға айналдырып жіберді. Қиыншылық болса, артықшылық айналдыр дейді. Қиыншылық болса, жең дейді. Еш уақытта мойыма дейді. Мінекей Әл-Жебір Уәл-Мұқабаладағы Әл-Жебір деген сөздің мағынасы осы. Математика келсеңіз, мысалы 2x минус 2 тең 4-ке дейін, мысалы, x тең нешеге? 2x минус 2 тең 4-ке, x тең 2x минус 2 тең 4-ке, 2x-тен 2 аласың 4 болады, x қанша болады? Ол үшін минус 2-ні оң жаққа жібереміз. 2 қосу 4 болады, 12 бөлен 3 болады, x тең 3 болады сонда. Дұрыс па? Осы әдіс Әл-Жебір деген осы. Өйткені Әл-Жебір деген осы. Әл-Жебір деген сынықшы деген сөз. Яғни, теріс санды оң жаққа аударып жүрген сөз бар. Ал енді мен мектепке қазақша оқыдым осында. Мәскеуге бардық. Онда Вайнеймерден шығарма жаздық. Бірақ мен қазақ мектебін бітіргесін, ұлттық мектеп бітіріп деп маған мазмұндама жазады. Бірақ мазмұндаманың өзінде мен құлатып алдым. Өйткені Вайнеймердің ішінде 3 парақ бөлім бар. Князь Балконский келе жатқандағы әскермен құлап, аспан қарап жатады ғой. Өмірдің мағынасы деп. Сөйтіп Наполеон келіп қайдай, мұна қандай батыр бар, неғып жатыр деп. 3 парақ. Соны жаздым ғой. Соны жазғанда Толстой еліктеп күнделік сөйлеммен жазамыз ғой жаңағы. Содан сочиненное предложение деп. Сөйтсем, бәрі қайда болып шықты ғой. Содан кейін не істейміз енді? Мен кету керек. Сөйтіп бара жатсам, ол кезде жаңағы қабылдау комиссия 12-ші этажда, МГУ-дің 12-ші этажында, МГУ-ды білесіздер ғой, 30-қа этаж үлкен. Содан лифтте отырсам, бір орыс келесті. Че ты грустишь деп менен сұрады. Осындай, құлап қалды, не істеймін, үйге қайтамын деді. Жер бірге барып көрейік. Сіз танып тұр ғой? Танып тұр. Сөйтсем, мен 6-шы класстан бастап Олимпиадаға қатысқам математикадан. Талай жеңімпаз болдым, анда болдым, мұнда болдым енді. Содан есімде қалған екен. Осын келіп көріп, мұнда апелляция деген болады. Яғни арыз жазып, соны жаз деді. Мен жазып беріп едім, ол айтты, жоқ, ол болмайды. Оны алсаң сен бір алып қалуы мүмкін. Болмайды деп өзі қайтып көші жазып берді, сен бүйтіп жазды. Біз жазып, қолын қойып бердім. Содан менің бағым жанды. Мен 3 алып түсіп кетті. Маған бағаларым бәрі дұрыс, математика, физиканың бәрі дұрыс. Сөйтіп түсіп кетті. Содан кейін мен мында 2 қорытынды ойледім. Бірінші қорытынды. Егер Лев Николаевич Толстой болмасаң, еш уақытта күдім сөйлемен сөйлеме. Қарапайым сөйлем. Екінші, Әл-Хорезмидің ақылын ұмытпа. Терісті оң айналдырып тұрыс. Кемшілікті артық айналдырып тұрыс. Болды. Менің өмірлік ұстанымым осы. Сонымен өмір сүріп келемін әзірге шейін, иншалла.
Сонда мен орыс тілін білмеуім, бұл менің кемшілігім ғой. Бірақ мен бұны үлкен қаруға айналдырдым. Қару болған садақ емес, мылтық емес, зеңбірек, пушка. Қалай? Өйткені мен лекцияны 2 рет жазамын. Алғашқысында аудиода жазамын, осы үйге тағы да жазамын. Мынау бір мақал бар орыстың. Жігіттің жүрегіне баратын жол асқазаннан өтеді дейді. Жігіттің жүрегін жолға болса, алдына тамақты өтіп ал дейді. Содан сөйлесесің. Сол сияқты жалпы ғылымға баратын жол 2 рет көшіруден өтеді екен. Бірінші жайлап оқып аласың, екінші сөздің науқайына барасың. Содан қалған болдыр, менде сондай әдет қалыптасып қалды. Мен өлең оқысам да кейде шаршап кетемін кейде. Кейде көп оқығым келмейді. Абайдың 2 өлең оқысам ауырып қалуым мүмкін. Оқығым келмейді. Әнді көп тыңдағым келмейді, шынымды айтайын. Қатты әсер етеді. Анда-санда сол жаңағы екі жирен, анда-санда. Содан мен сол кезде заманның ең қауіпті ғылым болатын. История КПСС дейтін. Мына кісілер білетін шығар. Жастар білмеулері мүмкін. Біз білеміз. Сіз білесіз ба? Білеміз, оқыдық қой. Сіз бақытсыз, бұлар бақытты емес жастар. История КПСС дейтін сабақ болатын, КПСС-ның тарихы дейтін. Соны мен жаттадым. Маркстың сөзін жаттадым. Лениннің сөзін жаттадым. Энгельсті жаттадым. Тіпті Каутскийді жаттадым. Бірде Троцкийді де шығарып тұрып жаттадым. Әлі көшін сұраса, съезді қаяқта болған әлі айтып бере аламын. Өйткені алғашқы 7 съезі арифметикалық прогрессия құрайды. 1-2 сөйтіп қоса бересің ардына қарай. Ана жаңағы ұйымдардың, большевиктердің ұйымдарын құрастырған адамдардың аттары әдемі сөздерге кіріледі. Соның формуласын шығардым да, жақсылап айтып бердім. Алғашқы кезде сабақ келгенде айтпайтынмын, ұяладым, орысша білмеймін ғой. Соңдан кейін тұрып алып сатылап та сөйлейтін болдым. Ешқандай ұят жоқ менде. Сөйтіп, бүкіл орыстың классиктерін оқып шықтым. Диалектикалық материализм классиктерін оқып шықтым. Қазақтың классиктерін оқып шықтым сол кезде. Мен Абайға деген сүйіспеншілік сөзді бастадым. Абайда осындай сөзді көп айтады ғой. Сондықтан мен ойлаймын, негізінен тіл дейтін ол әрине құдірет қой. Бірақ тілді білмеу ол кемшілік емес. Оны ешқандай сіз оған өкінудің керегі жоқ. Тілді үйрену негізінде қиын шаруа емес. Кез келген адам, кез келген тілді егер ынтасы болса әрине үйрене алады. Ынтасы болмаса ынтабай жүре береді. Ол белгілі. Ол тек қана тілге қатысты емес, жалпы ғылымның бәріне қатысты. Өнердің де, бизнестің де бәріне қатысты. Сіз еш уақытта мен біреуден кемін деп ойламаңыз. Ана неміс жасап келіпті, ағылшын жасап келіпті. Оны неге мен жасай алмаймын деп ойлаңыз. Ұмтылыс қылыңыз. Тесе терекке тимесе ботаққа деген қазақта мақалы бар. Негізінде тамаша мақал осы. Өйткені сіз бір нысанға лақтырсаңыз, әйте бірдемеге тиеді. Біз бірдеме келеді өз бәріне өзіне. Сондықтан мен сіздің оқушыларыңызға айтарым. Тіл білмеген ол үлкен қаруым дейсіз ғой. Оны қаруға айналдырыңыз. 2 рет сурет қайталап. 2 рет сурет қайталаңыз, ол тұрған немене бар. Мысалы, бір жұрғада жүреді. Мен соны ойлаймын, мен орысша білсем, басқа білсем, не істер едім? Ол кезде Мәскеу әке-шеше жоқ, кинода бар, театрда бар, вечерде бар. Кету болады ма? Танысы қыз болып кетеді. Ойбай. Оған мен уақытым болмады. 2 есе 3 оқу керек болды, алары керек болды.